Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін келеріңіз қалай? Бүгін барлығы түгел ме? Иә. Сыныпта барлығы толық оқушы. Онда біз бүгін сіздермен жаңа сабағымызды бастайық. Яғни біз бүгін сіздер сабағымызды бастамас бұрын сіздерге мен жағымды көңіл күй тудыру мақсатында осындай жүрекшелерге сіздерге тілек жазып қалдырдым. Келіп өздеріңізге қалып бір жүректен таңдап алсаңыздар болады. Bir жүрекшеден алып. Яғни мен бүгін сізге мейірімді болуыңызды тілеймін. Келесі тағы да қойыңыз. Яғни екінші жүрек бізде білімділік, иә? Осы бір рет қамтып саласыз. Бүгінгі сабақта мен сізге білімді болуыңызды тілеймін. Отыра қойыңыз. Барлықтарыңызға менің жүрек жарды тілектерім бүгінгі сабаққа деген, иә? Сізге бүгін тек қана шынайылық көрсетіліп, шынайы болуыңызды тілеймін. Отыра қойыңыз. Сізге не тілеймін мен бүгін? Табандылық тілейді екенмін. Отыра қойыңыз. Мен сізге ізденімпаз барлықтарыңызға осы менің бүгінгі сабаққа деген тілегім. Ал ондай болатын болса, өзіміздің бүгінгі сабағымызды бастайық. Дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз біздің, яғни қандай тақырып екен? Күн жүйесі, ғаламшар қозғалысы, арақашықтықтарды істейді екенбіз, анықтайды екенбіз. Бүгінгі күнді жазыңыздар, тақырыпты жазып алыңыздар. Біз бүгінгі сабақта не істейді екенбіз? Күн жүйесінің таңғажайып әлеміне саяхат жасап, ғаламшардағы қалай қозғалатын және олардың ара қашықтықтарын қалай өлшейтінін естидіміз? Түсіндіреді екенбіз. Енді құрылысын және ғаламшардың қозғалысын сипаттаймыз. Кеплер заңдары мен Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыс заңын қолдана отырып, ғаламшар қозғалысын естиді екенбіз, түсіндіреді екенбіз. Бүгінгі біздің сабағымыз. Сабақ соңында осы мақсатқа жеттік пе, жете алдық па? Соны естиміз, талқылайтын боламыз. Енді мен сіздерге үй тапсырмасын. Бүгін үйге тапсырма берілді. Өткен тақырыпты яғни қайталай отырып, сіздерге WhatsApp платформасы арқылы ниетті жұмыстар арнап алып келдім. Сол жұмыстарды орындау арқылы үй тапсырмасын қаншалықты меңгергенімізді білетін боламыз. Яғни QR сканерлеу арқылы тапсырманы орындаймыз. Сіздерге бұл тапсырмаға берілетін жалпы балл бізде 1 балл. Барлығымыз кірдік па енді? Дұрыс. Енді қандай сұрақ шықты бізде бірінші? Шырақтың көкжиектегі ең жоғарғы. Жауап береміз сұрақтарымызға. Үй тапсырмасын осы арқылы қаншалықты меңгергенімізді білетін боламыз. Кім неше сұраққа жауап берді? Соны айтып отырыңыздар. Сұрақтарды оқыңыздар. Жұлдыздардың тәуліктік параллельдері көкжиектен жоғары орналасса олар қандай? атпайтын жұлдыздар. Жақсы, жарайды. Балалар келесі қандай сұрақ екен? Кім жауап береді, айолым? Күннің екі аттас шарықтау аралығы деп нақты күн тәулігі аталады. Дұрыс па? Дұрыс. Жақсы, жарайды. Мен білмеймін қалқам. Болды қойш. Жауап бердік, сұрақтарына тоқталдық. Сіздерден скрипт, яғни 1 баллық жүйе деп айттым ғой. Жауап берген бізде Мұхамеджан, мен сізге 1 балл қоямын. Одан кейін бізде тағы кім жауап берді? Аяулым. Одан кейін Аружан бізге жауап берген. Одан кейін бізде Інжу жауап берді. Інжу жауап берді. Дамир жауап берді бізде. Сосын ал балалар енді бүгінгі біздің жаңа тақырыбымызды ашайық. Біздің бүгінгі сабақ жоспары. Біз бүгін ең бірінші ғарышқа саяхат жасаймыз. Кеплер заңдарына тоқталатын боламыз. Параллакс әдісімен ғарыштық өлшемде және қорытындыға тоқталатын боламыз. Енді сіздерге жаңа сабақ түсінікті болу үшін QR арқылы бүгінгі жаңа сабаққа қатысты видеороликті тамашалайық. Барлықтарымыз QR-ды қосып, осы жаңа сабақты ашсаңыздар. Барлықтарымыз бастап тұрмай интернеттеріңіз қосыламыз барлығымыз. Басында неміс математигі Георг Кеплер күнді айнала қозғалатын барлық планеталар орбиталарының үлкен жарты осьтерінің кубтарының қатынасы, олардың күнді айналу периодын
үшінші заңының теңдігіндерінің Болған. заңның қатынасы, олардың күнді айналу периодының квадраттарының қатынасына анықтау. Енді сіздерге үлкен экранға да шығарып қояйын. Тағы бәріміз бір көріп шығайық, бүгінгі тақырып туралы. Иоганн Кеплер күнді айнала қозғалатын барлық планеталар орбиталарының үлкен жарты осьтерінің кубтарының қатынасы, олардың күнді айналу периодының квадраттарының қатынасына тең болатынын анықтады. Бұл Кеплердің үшінші заңының теңдігін береді. 1610 жылы Галилей күн жүйесіндегі аспан денелерінің кішігірім қозғалыс заңын ашқан. Бұл Балалар, яғни видеоны көрдік, түсініңіздер ме бүгінгі тақырып туралы? Бізде не айтып тұр екен? Кеплер заңдары, яғни күннің ғаламшардағы айналу арақашықтығы, сол туралы не айтып тұр? Түсінік беріліп тұр, видеода түсінікті болды ма сіздерге? Енді қарасаңыздар, бізде Кеплер ғаламшардағы қозғалысының заңдары. Аял мұғы болыңызшы, не деп тұр екен? Күн жүйесіндегі ғаламшардың қозғалысын сипаттайтын үш негізгі заңды неміс астрономы Иоганн Кеплер 1571-1630 жылы ашқан болатын. Бұл заңдар астрономияның дамуына зор ықпал етті. Түсінікті ме балалар? Қай жылы ашты, неге ықпал еткен екен бізге? Астрономияның дамуына зор үлесін қосқан екен. Қай жылдары ашылған екен? 1971 мен 1630 жылдары. Жақсы. Кеплердің бірінші заңы дейді. Кім оқиды? Інжу оқи қойыңыз, келіңіз. Кеплердің бірінші заңы бізде қандай екен сонымен? Липсан. Аха, ол бізде толығырақ айтсаңыздар, інжу оқи қойшы. Әрбір ғаламшар күнді фокустарының бірінде орналасқан елипс бойымен қозғалады. Яғни ғаламшар күннен әртүрлі қашықтықта болады. Күнге ең жақын нүкте Пергели, ең алыс нүкте Авели. Дұрыс. Қалай екен? Күнге ең алыс не күнге ең жақын нүктеден тұрады екен, ең бірінші заңы. Ең алыс нүкте қандай? Аға, ең жақыны? Перигели. Жақсы, түсінікті ме сіздерге? Отырыңыздар. Рахмет. Ал балалар, енді бізде келесі қай заң екен? Кеплердің екінші заңы. Екінші заңы не деп атайды екенбіз? Аудандар заңы. Аха. Енді осы аудандар заңына кім тоқталып? Мұхамеджан болып тұра қойшы. Оқи қой. Не дейді екен бізде? Не туралы айтылады екен екінші заңда? Кеплердің екінші заңы аудандар заңы. Ғаламшар мен күнді қосатын радиус вектор тең уақыт аралығында тең аудандарды сызып өтеді. Бұл сан ғаламшардың күнге жақын болғанда жылдамырақ, ал алыс болғанда баяуырақ қозғалатынын көрсетеді. Күнге жақындағанда жылдамдық артады, күннен алыстағанда жылдамдық кемиді. Екінші заңдар заңында ең бастысы неге бізде байланысты екен? Жылдамдығына. Күнге жақындағанда не істейді екен? Жылдамдығымыз артады. Күннен алыстағанда жылдамдығын не істейді екен? Кемейді екен. Түсінікті ме екінші заңы сіздерге? Жақсы отыра қойыңыз, рахмет. Енді бізде Кеплердің үшінші заңы бізде қандай? Жақсы, тұра қой аяулым. Енді бізде үшінші заңға тоқталып кетсеңіздер, өздеріңізге түсінікті болады, яғни өздеріңіз оқи отырып. Түсінікті болып жатыр ма? Яғни екі заңымыз бізге түсінікті болды. Енді үшінші заңымыз бізде гармониялық заң дейді екен. Ол бізде қалай айтылады екен? Жақсы, оқи қой. Ғаламшарлардың күнді айналу периодтарының квадраттары олардың орбиталдарының үлкен жарты осьтерінің кубтарына пропорционал болады. Бұл зат әртүрлі ғаламшарлардың орбиталдық қозғалыстарын байланыстырады. Яғни бізде байланыстырған кезде қалай? Айналу периоды мен орбиталдық үлкен жарты осіне тең болады екен. Мына жердегі тымыз бізде не екен? Т квадрат дегеніміз айналу периоды, ал А квадрат дегеніміз не болып келді? Орбиталдың үлкен несі осі болып табылады екен. Түсінікті ма үшінші заңы сіздерге? Енді алдағы уақытта есептер шығарғаныңызда қиындық тудырмай ма? Әр үш заңның өзіне тән үш ерекшеліктері бар екен. Түсінікті ғой? Олар параллакс әдісі ғарыштық арақашықтықтарды өлшеу дегеніміз. Жақсы, түсінікті ма? Енді сіздерден Аружан келіңізші. Бізде параллакс әдісі дегеніміз не екен? Арақашықтықтарды өлшеу дегеніміз не екен? Айта қойыңыз. Параллакс бақылаушының орны өздігінен нысанның фонға қатыстырғысуы. Астрономияда бұл әдіс жақын орналасқан жұлдыздар мен күн жүйесі денелеріне дейінгі арақашықтықты анықтау үшін қолданылады. Не үшін қолданылады екен? Бір-біріне дейін күн мен күн жүйесіндегі денелердің арақашықтықтарын анықтау үшін осы бізде параллакс әдісі не екен? Қолданылады екен. Яғни айтып тұрғандай ғарыштық арақашықтықтарды өлшеу деп ат айтып тұр. Түсінікті ма? Жақсы отыра қалыңыз. Тақырып түсінікті болды ма сіздерге бүгінгі? Енді сіздерге бүгінгі тақырып одан түсінікті болу үшін біз сіздерге қазір стимуляциялық программаның көмегімен осы тақырыптар жүйесін өз көзімізбен көріп тәжірибе жұмыстарын жасап көрейік. Жақсы ма? Қазір сіздерді
Тақтаға назар аударайық, сіздерде жердің қалай жаңағы орбиталық қозғалатынын сіздерге Мұхамеджан түсіндіретін болады. Яғни осындай сіздерді программаға салдық, өздеріңізбен көздеріңізбен көрсін деп. Аха, Мұхамеджан түсіндіре ғой, айта ғой. Геостационарлық орбита бұл жерді айнала қозғалатын спутник орбитасының бір түрі болып табылады. Бұл геостационарлық орбита жердің айналу жылдамдығымен дәл бірдей жылдамдықпен айналады. Сондықтан жердің бетінде бір нүктенің үстінде қозғалмай тұратын орбита болып табылады. Мысалы, егер бір спутник осы орбитада болса, ол әрдайым бір қала немесе бір аймақтың үстінде тұрады. Сондықтан мұндай орбиталар байланыс, теледидар, ауа райын бақылау себептері үшін қолданылады. Жақсы. Енді бізге түсінікті болды ма Мұхамеджанның айтқаны? Тәжірибе көз көзімізбен көргеніміз. Енді сіздерге Аружан қазір кеплердің бірінші заңына байланысты бізде тәжірибелікті жұмысты өз көздеріңізбен көрсететін болады. Яғни бізде орбиталдардың жылуы, ғаламшардың жаңағы күн жүйесінің айналып қозғалуын не істейтін болады, көрсететін болады. Жақсы. Айта ғой, Аружан, түсіндіре ғой. Яғни бұл неге байланысты екен? Кеплердің бірінші заңына байланысты. Әрбір планета күнді эллипс бойымен айналады, ал күн сол эллипстің бір фокусында орналасады. Түсінікті болды ма? Енді мен сіздерді бағалап жіберейін. Жаңа сіздердің тәжірибелеріңізге байланысты бізде Мұхамеджан 2 балдан, бізде дискреттер 2 бал, Мұхамеджан мен Аружанға біз 2 балдан қоямыз. Жақсы, келесі ары қарай. Бізде келесі тапсырма кітаппен жұмыс жасаймыз, яғни жаттығудағы есептерді шығарамыз. 10-шы жаттығудағы есептер 1-ші, 2-ші, 3-ші есептер. Дәптерімізге орындап тексертеміз маған. Бізге берілетін бұл жерде 2 балл сіздерге дұрыс болса. Жақсы ма? Бастаймыз барлығымыз. Бастаңыздар. Ал балалар кім шыға тақтаға? Інжу шыға қойыңыз. Бір кезерге бізде інжу шығады. Жақсы, келе қойыңыз. Жақсы, жазамыз. Берілгенін жазамыз, есептің. Ал балалар, есебіміз дұрыс па? Бізде орбиталдың үлкен жарты ойсы берілген, одан кейін эксцентрациясы берілген, содан бізде табу керек. Не бізде? Айналу период. Аха, енді период таптық па? Жаңа бізде Т квадрат тең А кубқа, түбір асты А куб, яғни мәндерін жазамыз. Есептеу бойынша 4,6 қанша шықты? 16 неше жыл? Жыл, 4,5 жыл шықты. Дұрыс па балалар? Жақсы, отыра ғой. Балалар, енді есептер сіздерге бағалап жіберейін. Жаттығу бойынша бізде шығарған інжу, інжуге бізге 2 балл есеп дұрыс болды. Мұхамеджандікі дұрыс болды, 2 балл. Ол кісіге де, інжу сізге 2 балл дұрыс болмауы деймін. Аялым, сіздікі сәл қателеу болды, сізге 1 балл. Аружан екеуіңізге Азиза кішкене жұмыс жасадыңыз, бірақ әлі де толық емес. Аялым сізге де 2 балл, есебіңіз дұрыс болды. Өтеген бізде жауабына тек ғана қателестіңіз, есептеуінен. Бағдәулетке де 1 балл, Дамирға 2 балл, Үміт сіздікі де дұрыс болды, сізге де 2 балл. Ал балалар, бүгін сабақ сіздерге бәрі түсінікті болды ма? Енді сабағымызды қорытындыласақ. Біз бүгін сабақта не туралы білдік жалпы? Ғаламшардың қозғалысы туралы. Арақашықтықты өлшеу. Жақсы. Бізде ғаламшар қозғалысы дегеніміз қалай болады? Кеплер заңдарының ғаламшардың эллипстің орбиталық бойымен қозғалатын және олардың жылдамдығы мен күнге қатысты өзгеретін сипаттайтын мәндері туралы білдік. Одан кейін біз арақашықтықтарды өлшеу негізде қай әдіс болды бізде? Параллакс әдісі болды. Ғарыштарды зерттеуді кім зерттеді бізде? Яғни Кеплер неміс қауымы Кеплер зерттеген. Оның 1-ші, 2-ші, 3-ші заңдылықтарына тоқталдық. Дұрыс па? Біздің балалар бүгінгі сабағымыздың мақсатымызға жеттік пе екен? Негізгі мақсатымыз қандай болды екен? Қараңыздаршы, сабақ барысында бірінші мақсатымыз біздің күн жүйесінің құрылысы мен ғаламшардың қозғалысын сипаттау болды, Екіншіміз Кеплер заңдары мен Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыс заңын қолдана отырып, ғаламшар құрылысын түсіндірдік. Бүгінгі мақсатымызға жете алдық па? Біз күн жүйесі арқылы қозғалыстар сипаттадық. Кеплер заңдары мен Ньютонның тартылыс заңдары ғаламшардың қозғалысын түсіндірдік, эксперимент жасадық, есептер шығардық. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Мақсатымызға жеттік пе? Жақсы, жарайсыздар. Сіздерге көп рахмет. Қазір енді сіздерге мен балалар
Бүгінгі менің сабағыма енді сіздердің кері байланыстары сабақ ұнаса, келіп жауап берсеңіздер болады. Енді сіздер маған кері байланыс берсеңіздер, яғни бірінші біздің ғаламшарымыздағы жұлдыздар арқылы беретін боламыз кері байланысты. Бірінші жұлдыз бізде мен сабақта түсінбедім. Ал екінші жұлдыз бізде мен сабақта түсіндім, бәрі маған қызықты болды, тапсырмалар орындай алдым. Үшіншісі бізде сабақты түсіндім, бірақ кейбір тұстары маған түсініксіз болды. Келіп бір-біріндеп кері байланыс берсеңіздер. Балалар, енді сіздердің жауаптарыңызға қарасақ, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болған сияқты, иә? Сіздерге бүгінгі сабағымызға қатысып, белсенді болғандарыңызға көп-көп рахмет. Енді келесі үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Үй тапсырмасы тақырыптар оқу, видео сабақты қарау, оқулықтағы сұрақтарға жауап беріп жазамыз, жаттығу есептерін аяқтап келеміз. Сабақ түсінікті ме сіздерге? Иә. Бүгінгі сабақта Мұхамеджанға 10 балл, Аружанға 9 балл, Аяулға 9 балл, Азизаға 8 балл, Үмітке 8 балл, Бағдаулетке 7 балл. Сіздер сәл келесі сабақта жұмыс жасасаңыз жақсы балл аласыз. Інжуге 9 балл, Аяулға 9 балл, Өтегенге бізде 7 балл. Сау болыңыздар балалар.